Үш шуа. Бір түпте үш шуа қатар өсті. Олардың бойлары да үш түрлі болды. Бірі ұзын, бірі орташа, бірі өте қысқа еді. Бұлардан басқа жуалар жеке дара өсіп шықты. Бір күні алай-дүлей дауыл тұрып, саяқ өскен жуалардың бірнешеуін жұлып әкетті. Үш шуа аман-есен қалды. Дауыл басылған соң, үш шуа көрші жуаны дауыл ұшырып әкеткенін білді. Сонда ең үлкен жуа: «Менің арқамда аман қалдыңдар, өйткені мен сендерден ірімін. Маған дауылдың әлі келмеді», деп қалған жуаларға сес көрсете бастады. Күндер өтсе де, үш жуа сол үш түрлі қалыптарын сақтай өсті. Ірі жуа бұрынғысынан да ұзарып өсті. Ол енді екі бауырын басқа жаққа қуа бастады. «Сендер менің сәнімді кетіресіңдер, бұл жерден кетіңдер», деді. Екі жуа бауырларынан бөлініп, сол маңға орналасты. Олар бір түпте екеуі өсіп жатты. Арада біраз күн өткенде ірі жуа одан әрі толысып, әп-әдемі айдай сұлуланып кетті. Оның сабағының ұшына сүйірленіп дән қауыздана бастады. Оның мақтанышы қойнына сыймай, екі бауырына: «Сендерді қуып жібергенім қандай жақсы болған! Әйтпесе, бұлай сұлуланбас едім», деді. Сонда екі жуаның бірі: «Үшеуміз бір түпте қатар тұрғанымызда, біздің сұлулығымыз ерекше көзге түсер еді. Жұрт таң қалып: «Қарашы, қандай керемет! Бір түпке үш жуа бірдей өскен. Қандай тату, бауырмал. Бұларды үш қанат боп бірге тұрғанда ешқандай жау жеңе алмайды», деп тамсанатын еді, деді. «Қандай жау? Кіммен жеңбек? Тоқтатшы осындай сөзіңді», деді ірі жуа. Кенет аяқ астынан қатты дауыл тағы да соқты. Бұл жолғысының екпіні бұрынғысынан да қатты болды. Ол ірі жуаны қақ белден морт сындырып, дән шашып үлгермеген қауызын ұшырып әкетті. Ал екі жуа бір-бірін тас қып құшақтап, дауылға төтеп берді. Дауыл басылған соң, олар бассыз қалған бауырларын көріп, қатты аяды. Оны дереу өз қамқорлықтарына алды. Жуаның сынып кеткен басы сап-сары боп дөңгелене бітті. Екі жуа бойларындағы бар құнарын бауырларына беріп, азақ күнде оның күш жинауына көмектесті. Олар қайта бір түпке шоғырланды. Бірақ сыптай әп-әдемі екі жуаның қасында морт сынған жуа көзге қораш көрініп тұрды. Жаңа ертегінің жарияланғанын біліп отыру үшін каналға жазылып, қоңырауды басыңыздар.